Білесіз бе, корейлер иттің етін жейді, бірақ жемейді десе де болады. Корей жерінің 70% таулы қыратты. Сондықтан атам заманнан оларға мал асырау, бағу өте қиын болды. Жайлаулар аз болғандықтан ірі қара малды асырау тиімсіз. Ал ит болса, жағдайда аста талғамайтын жануар. Оған қоса көп орын алмайды. Десек те, корейлер барлық итті жемеген. Олар жейтін және жемейтінге бөлінеді. Азыққа тек норионги ит тұқымын пайдаланған екен. Себебі оның еті өте жұмсақ әрі өкпе ауруларын емдейді деп сенетін болған. Десек те, қазіргі таңда Кореяда иттің етін жеу үрдісі азайғаны рас. Батыстық өркениеттің ықпалынан жастар иттің етін мүлдем жемейді. Иттің етінен әзірленетін танкоги және пошинтан ұлттық тағамдары тек тойларда қойылады. Оның өзінде дәм тататын тек ескі буын өкілдері, яғни үлкен кісілер мен қариялар. Солай, көбісі видеоларымды қарайды, бірақ жазылмайды. Жазылып қойсаңыздаршы.